Армысыз көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда мен Дәулет Сейітбеков. Өткен күннің өзекті ақпараттарын Ақшам телеарнасының тілшілері өздеріңізге ұсынады. Алдымен аңдатпаға зер салайық. Ұлытау облысының тұрғындары Жезді марганец кенішінің 80 жылдығын атап өтті. Сәтбаев қаласында бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Пробация қызметінің есебінде тұрған азаматтар арасында вело жарысы ұйымдастырылды. Жезді марганец кенішіне биыл 80 жыл. Мерейтойға орай осы демалыс күндері Жезді кентінде үлкен мерекелік іс-шара өтті. Тойдомала Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Транко Жезқазған жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Жезді кентінің тұрғындарының тікелей атсалысуымен ұйымдастырылған. Бір 1942 жылы Ұлы Отан соғысының сұрапыл күндерінде рекордтық қысқа мерзім ішінде, яғни 38 күннің ішінде көрнекті кеңес ғалымы геолог Қаныш Сәтбаевтың басшылығымен Жезді тұрғындарының ерен еңбегімен марганец кеніші салынды. Сол жылы кен орнына жақын Жезді кенті пайда болды. Содан кейін өндірілген марганецтің алғашқы партиясы жөнелтілді. Жезді кен орнын игеру Ұлы Отан соғысы кезінде КСРО үшін маңызды болды. Өйткені 1942 жылға қарай неміс шабуылының нәтижесінде Никополь марганец кен бассейні жоғалды және Кавказда орналасқан Чиатур кен орнымен темір жол байланысы бұзылды. Соғыстың қиын жылдарында Жезді кен орны елдің барлық марганец кендерінің 70%-дан астамын берді. Биыл облыс тұрғындары аталмыш марганец кен орны ашылғанына 80 жыл толғанын атап өтуде. Осыған орай кенттегі Тойтөбе алаңында үлкен іс-шара өткізілді. Жиналғандардың барлығын Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлы құттықтап, марганец кенішінің бірқатар ардагерлерін алғыс хаттармен марапаттады. Құрметті ағайын, бүгінгі міне үлкен осындай дүбірлі той Жезді кентінің жалпы жаңа айтып отырмыз, марганецтің өзі де сол 80 жылдығы, бұл шын мәнінде үлкен атап өтетін атаулы күн. Кеше ғана біз Сәтбаев қаласының 49 жылғы толғанын атап өттік. Оның алдында Жезқазғанның 68 жылдығын тойлап өттік. Ал марганец Жезді олардан да бұрын Жезқазғанда жоқ, ол кезде Сәтбаевта жоқ. Оны қара шаңырақ металлургияның Қарсақбай бар. Сол міне Жездінің қалыптасқанның тарихы өте үлкен. Оны ұмытуға болмайды. Бүгінгі күн әрине марганецті Қазақстанда барлық жерлерде жердің бетінен алып жатыр, тереңге шықпайды. Сондықтан өкінішке қарай бұрынғы фабриканы дәл солтындай қалпына келтіру қазір қолдан келмейді. Бәрі жеңіл түбінен алып жатыр. Дегенмен де осы жерде қазір қалыптасқан өзінің Жезді кентінің өзінің экономикасы, ауыл шаруашылығы, енді шағын болса да кәсіптер істеп жатқанды, міне әлінгі дейін осы ауылымызды көркейтуге бәріміз атсалысамыз. Осы дүбірлі тойды ұйымдастырып жатқан осы ауылдың тұрғындары, осы азаматтар, жастар әсіресе шын жүректен өз алғысымды айтамын. Үкіметтің, биліктің ешқандай қатысусыз өздеріңіз қолға алып ұйымдастырған осы елдің басын қосу, ынтымақ деген осы. Әрқашанда осындай ынтымақтарыңыз нығая берсін. Бірлік әрқашан болсын, ұйымшыл болайық. Сонда бірігіп сіздер, жаңа айтып отырмын, аудан әкімдігі, облыс әкімдігі бәріміз бірлесіп ауылымызды көркейтейік. Сондықтан бүгінгі мереке құтты болсын. Баршаңызға, өздеріңізге, отбасыларыңызға құт береке тілеймін. Бұл күні тағы да бірқатар ардагерлер Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жанындағы Аманат партиясының Ұлытау ауданының құрмет грамотасымен, сондай-ақ төс белгілерімен марапатталғандығын айта кетейік. Марапатталады Шоқанов Құсайын Балахметұлы. Алғыс хатпен марапатталады Скороход еңбек адамына қошемет болсын ағайын.
Мерекелік шарада үнемі қайырымдылық жасаудан көш бастап жүрген Харекет қайырымдылық қорының белсенділері де бой көрсетті. Жезді кентінің кішкентай тұрғыны Байдәулет Әбдірахманов бұл күні қос қуанышқа кенелді. Харекеттіктердің кезекті баспанасының кілті осы Байдәулетке бұйырғандығын айта кетейік. Бұл олардың 736-шы пәтер кілті. Тағдырдың жазуымен 10 жасар Байдәулет Күнболатұлы ата-анасының қамқорлығынсыз қалған. 2018 жылы ол анасынан айырылса, биыл шілде айында әкесі қайтыс болды. Жастайынан жетім қалған бала қазіргі таңда тәтесінің қамқорлығында. Харекет қайырымдылық қорының арқасында Байдәулеттің енді өз баспанасы бар. Жезді ауылының кішкентай тұрғыны 5 бөлмелі үйде тұратын болады. Мінекей, бүгін Харекет қайырымдылық қоры өзінің қазығындағы туын ілгері кеп тұр. Аллаға мыңсыз сансыз шүкірлер болсын. Харекет қайырымдылық қорын өздеріңіз білесіздер. Бүкіл Қазақстан бойынша 17 облыстың ортасында жұмыс істеп тұр. Міне біз сол көп өкілдің біреуіміз. Сарыарқа өңірі бойынша. Жезді кентіне 5 бөлмелі баспананың кілтін табыстағымыз келіп отыр ағайын. Қошемет қол соғайық, жезділіктер қайдасыздар? Құтты болсын, Харекет қоры, Алла разы болсын. Мен Қалымбетова Мейіргүл Шақмұрат қызы, осы жездіге 2019-да келген тұғымыз. Бұл баланың мамасы 2019-да қайтыс болды. Содан бері мектеп табалдырған 6-шы мектептен бастадық. Қазір 4 оқимыз онда. Осы биыл 2022-ның июль айында 26-сында әкесі тоже дүниеден өтті. Менің қолымда бұл бала өз опекундаттығын енді мәңгілікке қолымда қалды. Бауырымның аманаты. Енді біз негізі бұл балаға өзі арманым бір баспанасы болса екен басында деп ойлағам. Халқыма, қайырымдылық қорына мыңда бір рахмет, Аллаға шүкір. Армандаған арманым орындалды. Енді амандық болып атса, осы үйде осы баланың қасында бірге тұрам. Өзінің де арманы бір үйім болса деп армандайтын тұғын. Арманына бұл бала да жетті деп ойлаймын. Енді өзім бір жағынан толып та тұрмын. Қайырымдылық қорындағы кісілерге, Гүлмира Мұханқызына, қайырымдылық қорының басшысына мыңда бір алғысымды білдірем. Әрқашанда осындай мұқтаж адамдарға ылайым көмектері көп бола берсін. Мен сияқты мұқтаж адамдар, осындай Байдәулет сияқты мұқтаж балалар, осындай шаңыраққа ие болуларына. Биыл аталмыш қорға 5 жыл толады. Осы уақыт ішінде қор еріктілері бүкіл Қазақстан бойынша жетім, көп балалы, жалғыз басты-аналарға, ерекше балалар тәрбиелеп отырған отбасыларға көмектесіп келеді. Харекет қайырымдылық қор өкілдерінің қажырлы еңбегінің арқасында Жезқазған өңірі бойынша 23 отбасы пәтер кілтіне ие болды. Осындай құттықтаулар мен игі шаралардың арты Той-төбеде ұйымдастырылған ұлттық спорттық ойындармен жалғасты. Барлық спорт сүйер қауым өздерінің белсенділіктерін көрсетіп, қой көтеру, арқан тартыс, қымыз ішу, тіпті ет жеуден де жарысқа түсіп, жарыстың көркін қыздырды. Вот. Сонымен қатар еліміздің түкпір-түкпірінен келген спортшылар қазақ күресі, түйе палуан, аударыспақ, құнан бәйге, аламан бәйге сияқты спорт түрлерінен сынға түсті. Бұл күнгі спорттық шаралардың ішінде өзіндік орны бар ат спорты қалың көрерменді өзіне жинай алды. 35 шақырымдық аламан бәйгеде 25-ке жуық шабандоз бақ сынасты. Үздік шабандоздың басты жүлдесі Chevrolet Nexia автокөлігі. Жезді кентінің 80 жылдық мерейтойына арнайы ұйымдастырылған спорттық іс-шараның негізгі мақсаты дене шынықтыру мен спортты дәріптеу, салауатты өмір салтын насихаттау деп атап өтті ұйымдастырушылар.
Таңнан басталған жарыстар кешке дейін жалғасын тапты. Осы күні ұйымдастырылған барлық ұлттық спорттық ойындарында спортшылар үлкен ықыласпен өз шеберліктерін көрсетті. Үлкен сахнада жеңімпаздар мен жүлдегерлерге марапат көрсетілді. Аударыспақ сайысында бірінші орынды Жаңарқа ауданы Талдыбұлақ ауылының тұрғыны Ердәулет Матаев иеленсе, тай жарыс сайысында бірінші орынды тағы осы ауылдың кішкентай тұрғыны Нұрислам есімді жерлесіміз қанжығалады. Құнан жарыс бойынша бас жүлдеге мотоцикл тігіліп, ол Ғабдолла Алихан ұлына бұйырды. Ал, мотоцикл айқай-шу қайда? Қаттырақ, кәніге. Жезділіктер бір берек айқай-шуды. Мен Матаев Ердәулет Жаңарқа ауданы Талдыбұлақ ауылынан келдім. Аударыспақпен осы айналысып жүргеніме 4-5 жыл болып қалды. Осы жарысқа біраз дайындалып, сол дайындықтың арқасында жеңімпаз болып отыр. Сол өзім осыған дейін Қарағанды облысының намысын қорғап, Қазақстан чемпионаттарына жүлделі болып жүрген. Енді Ұлытау облысының намысын қорғаймыз. Жездің тұрғындарына рахмет, осындай үлкен тойды ұйымдастырып беріп жатқандарына. Мен Исматаев Әмен Жаңарқа ауданынан келдік, Талдыбұлақ ауылынан. Қуаныш Тайдың аты. Баламның аты Нұрислам. Осы биыл 4 рет келді, бірінші рет. Мотоцикл ұттық жайрамдана күні. Бұл Жезді ауылына рахмет. Жезді 80 жылдық құтты болсын тойларыңыз. Той қыласын, тойдан кенде қылмасын. Аттарымыз бәйгеден келсін, баламыз аман болсын, баламыз осындай бәйгеден келе берсін. Одан әрі аламан бәйге жарысының қорытындысы шығарылды. 35 шақырым қашықтықта қарсыластарын озып шыққан Алматы облысының шабандоздары 2 жүлделі орынды иеленді. Осылайша екінші орынды Бақтор атты тұлпар иесі Дәурен иеленіп 1 миллион теңгемен тай алса, бірінші орында Алматы облысынан келген Әлия атты тұлпардың иесі Алинұр иеленді. Байқаудың басты жеңімпазына су жаңа автокөліктің кілті табысталды. Сонымен бірінші орын алған Сайгүлік Әлия иесі Жырын әулеті Алматы облысы. Кәні, қошемет, айқай-шу. Алматы қаласынан келдім, Ұзынағаштан Ынтымақ ауылы. Бәйге чауып жүргеніме 3 жыл болды. Көптеген жүлделер ұттым. Осылай көптеген жүлделер ұтып, Қазақстанға атақты болғым келеді. Бәрімізге жұғысты болсын, бәйге құтты болсын. Аталмыш ұлттық ойында үздік палуандар да марапатталды. Түйе палуан атағын Марғұлан Алпысбай жеңіп алып, жүлде ретінде 1 миллион теңге мен жылқыны қоржынға салды. Осындай қуанышты сәттердің соңы ашық аспан астындағы мерекелік концертпен жалғасты. Оған қазақстандық эстрада жұлдыздары қатысты. Өз кезегінде жезқазғандық Нұржан Керменбаев, Қуандық Рақым сияқты әншілер жерлестерін 80 жылдық мерейтойларымен құттықтап, қуаныштарына ортақтасты. Ассалаумағалейкум, аса қадірлі құрметті жерлестер. Мына бүгінгі жезді керемет той құтты болсын. Жезді халқын, жезді жұртшылығын шын жүрегіммен төл өздеріңіздің мерекелеріңізбен құттықтаймын. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Құдай қаласа еліміздің байлығын тастай беріңіздер, жасай беріңіздер. Аман болыңыздар. Алтынгүл Төлегенова, Ақжол Найзабаев, Ақшам телеарнасы, Жезді. Жұмыссыздар санын азайту қазіргі қоғамда күн тәртібінен түспейтін басты мәселенің бірі. Осы орайда Ұлытау облысында бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Бүгінгі таңда өңірде әр салада маман тапшылығы бар. Сол жетіспеушіліктің орнын толтыру мақсатында бос орындар жәрмеңкесі өткізу дәстүрге айналған. Аталмыш жәрмеңке жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ұйытқы болуымен Сәтбаев қаласында да өтті.
облыс көлемінде өткізіліп жатқан жәрмеңке жұмыссыздықты жойып, жұмыс іздеген азаматтарды тұрақты жұмыспен қамтамасыз ететін шара. Осы шара арқылы жұмыс іздегендер мен жұмыс берушілер бір жерде кездесіп, қажеттіліктерін тауып жатады дейді қалалық халықты жұмыспен қамту орталығының басшысы Қазыбек Ашықбаев. Бүгін Сәтбаев қаласында бос жұмыс орындарына жұмыссыз азаматтар тарту мақсатында облыстық жәрмеңке өткізіліп жатыр. Бұл жәрмеңкеге қаланың бүкіл мекемелерінен, бос жұмыс орны бар мекемелерден 44 мекеме өзінің ұсынысын берді. Енді тікелей мүмкіндік жұмыссыз азаматтардың өзі жұмыс берушімен кездесіп, өзінің мамандығының егжей-тегжей тұстарын айтып, жеке кездесіп, жұмысқа тұру мүмкіншілігін ұсынылып отыр. Негізі бұл жерде әртүрлі мамандықтар қалада коммуналдық мекемелер, үкіметтік мекемелер бәрі жұмыс берушілердің тарапынан ұсынылып отыр. Мысалға айлықтарында сегмент әртүрлі болып тұр. Олар 60 мыңнан 400 мыңға шейін айлық төлеу мүмкіншіліктері бар. Осылайша 44 жұмыс беруші 285 жұмыс орнын ұсынып, 150-ден астам адам қамтылды. Дәулет Сейтбеков, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қала күнін мерекелеу аясында пробация қызметінің есебінде тұрған азаматтар үшін дәстүрлі күзгі веложарыс ұйымдастырылды. Қалалық ішкі саясат бөлімінің әлеуметтік тапсырыс аясында өткізілген шара жайын келесі топтамадан толығырақ білейік. Кенші қалам кең сарай туған жерім веложарыс осындай ұранмен Сәтбаев қаласында қала күні қарсаңында ұйымдастырылған болатын. Велошеруге қатысушылар өз қозғалыстарын Мәңгілік ел көшесінен бастап Ұлытау даңғылы мен Абай көшесін кесіп өтті. Одан әрі марафонға қатысушылар орталық алаңдағы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев ескерткішінің жанында бас қосты. Ұйымдастырушылар, яғни қалалық пробация қызметінің басшылығы және Аяулым әлеуметтік қолдау қоғамдық бірлестігінің төрағасы қатысушыларға белсенділіктері үшін алғыстарын білдіріп, марапаттарын табыс етті. Құрметті велошеру қатысушылар, үлкен рахмет. Осылай пробация қызметінің шараларына толық қатысып отырыңыздар. Сіздердің осы қатысқан дүниелеріңізді бізде өз тарапымыздан оң жағынан бағалаймыз. Ал іске сәт, жақсы, үлкен рахмет. Таза ауадағы кездесудің бастамашылары мен қатысушыларының айтуынша, бұл спорттық іс-шараның негізгі мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау және қала тұрғындарын белсенді дене шынықтырумен, атап айтқанда велоспортпен айналысуға тарту. Сегодня был велопробег. Сәтбаев қаласында пробация қызметкерлерінің ұйымдастырған веложарысы өтті. Оған белсенді түрде мен де қатыстым. Дәл осындай жарыстар жалпы сауатты өмір салтын ұстануға үндейді және өте пайдалы. Кез келген адам спортты жанына серік етуі керек. Бұл өзіміздің денсаулығымызды нығайтуға қажет. Осындай пайдалы жарыстар үшін ұйымдастырушыларға алғыс білдіремін. Алтынгүл Төлегенова, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Қымбатты көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.